Сенатор Бектас Бекназаров ішімдік ұрттап немесе наша шегіп алып көлікке отырғандарға қатысты жазаны қатайту туралы айтып депутаттық сауал жолдады. Қазіргі күні сау адамға да ішімдікке қызынып алып жол апатын жасағандарға да жаза бірдей. Бұл әділетсіздік әрі қисынсыз деген депутат заңнаманы өзгертуді ұсынды. Тіпті қажет болса ащы судан татып алып көлік мінгендерді көптің көзінше сабаған да жөн. Мұндай норма заңға енгізілмейтіні белгілі, десе де тәртіпке шақырудың бір амалы, дейді Бектас Бекназаров. Ол келтірген статистика бойынша соңғы 2 жылда Қазақстанда жол апатынан 5038 адам көз жұмған екен. Жазаны күшейту керек деп есептеймін. Өйткені қазіргі қолданыстағы жаза әлі де болса жеңілдеу. Қарап отырсаңыз, бір адамның немесе бірнеше адамның өмірін жойып жібергеннен кейін, 1-2 жылдан кейін анау болады, мынау болады, бостандыққа шығады, ары қарай өмір сүреді. Ал осы жағы 5000 адамның өмірі, 5000 адамды тұрғызып қараңдаршы, мысірге қанша кісінің өмірі қиылып кетті.